Данияр Сүлейменов. Ең бақытты әйел. Сөзді дұрыс таңдай білу. Расында, сөздің өзіне тән сиқыры бар. Сөз дұрыс қолданылған жағдайда, сөйлеуші, тыңдаушы тарапынан құрметке бөленеді. Жылы-жылы сөйлесең, жылан да інінен шығады демекші, ерлі-зайыптылар арасында сөз сөйлеу, оны қолдану мәдениеті үлкен рөл ойнайды. Ер мен әйелдің бір-біріне жылы сөз айтуы көптеген проблеманың алдын алады. Соның ішінде әйелдің еріне сіз деп сөйлеуі ер үшін үлкен мәртебе. Арада бір кикілжің болған күннің өзінде әйел кісінің еріне айтқан «Кешіріңіз, сіздер ренжітіп қалдым-ау» деген бір ғана сөзі арадағы салқындықты сейілтіп жібереді. Сөзді дұрыс қолдануда, мәселен, балаңыз сізден «Анашым, теледидар қарасам рұқсат па?» деп сұраған кезде «Жоқ, одан да барып сабағыңды оқы» деген жауабыңыз баланың көңіліне қаяу түсіруі мүмкін. Оның үстіне мұндай қатқыл жауаптан кейін баланың сабақ оқуға деген ықыласының да кеми түсері анық. Сіз балаңыздың бұл сұрағына «Әрине балам, тек әуелі сабағыңды оқып алғаның абзал болады, жарай ма?» деп байсалды жауап беруіңіз бар мәселені оңай шешеді. Сол секілді, ер мен әйел де осындай мәселеде сөзді дұрыс таңдай білгені жөн. Әйел кісінің еріне «Мына қоңыр көйлек сізге мүлде жараспайды» дегеннен көрі «Маған сізді көк көйлекте көрген ұнайды, сізге қоңыр көйлекке қарағанда осы көк көйлегіңіз қаттырақ жарасады» деуі әлде қайда абзалырақ. Есте сақтаңыз, сөзді дұрыс әрі орынмен қолдана біліңіз. Және мынаны ұмытпаңыз, сөз дұрыс болғанмен кез келген жерде айтыла бермейді. Әр сөздің өзіне қолданатын орны бар. Ойына келген немесе қалаған сөзді сөйлей беретін адам қаламаған сөзді естуге дайын болсын. Жұмсақ, көркем мінезді болуға тырысыңыз. Себебі сөзді дұрыс қолдана білу бір өнер, көркем мінезбен қарым-қатынас жасау одан да артық ерекшелік. Сөз сүйектен өтеді дейді дана халқымыз. Кейде сөздің салған жарасы оңайлықпен емделе қоймайды. Тыңдай білу, әйел естіген мағлұматты немесе іштегі шерін сыртқа ақтаруға бейім. Сол себепті тыңдалғанда қалайды. Ал ер кісіге жоғарыда айтқанымыздай құрметке лайық болу мен басқалар тарапынан өзіне деген сенім қажет. Осы айтылған қажеттіктер орнымен жүзеге асқан жағдайда отбасында өзара сенім мен жақсы қарым-қатынас құрылады. Әйел кісі сезімге көп берілгендіктен қандай да бір мәселені сезім тұрғысынан қолға алады. Яғни әуелі эмоционалды түрде қабылдап, ақылға салуға эмоция басылған соң барып іске асады. Ер адам бірден ақылға салып мәселенің шешімін қарастыра бастайды. Мысалға, ер мен әйел көлікке отырғанда ер кісі бара жатқан жағына тезірек жетуді көздейді. Ал әйел адамға ерінің қасында бірге отыру, оның жылы сөздерін тыңдау маңыздырақ. Яғни әйел ерінің қасында отырған кездегі атмосфераның әсерінде болады. Осы себепті кейбір ер кісілер әйелінің осы ерекшеліктерін білмегендіктен оны түсіне алмай қалса, әйел де ерінің кейбір мінезін қаталдыққа балап ренжіп қалады. Проблеманың неден туындап жатқанын түсіне алмай жатады. Мұндағы сыр бар болғаны табиғи айырмашылықта ғана. Соның үдісінен шығу керек. Ер кісі әйелінің сезіміне құрметпен қарайтынын білдірумен қатар ынта қойып тыңдай білгені жөн. Психологтардың айтуынша, ер адамның жіберетін ең үлкен қателігі әйелі бір мәселенің шетін шығара бастағаннан ақ аяғына дейін тыңдамай, бүйте салмадың ба, былай істеуің керек еді деген сияқты бірден сол проблеманы шешуге ұмтылған адамның рөліне енуі. Әйтпесе әйелге ол жерде қажет болған негізгі нәрсе мәселемен бөлісіп, өзін күйеуіне жақын сезіне түсуі. Бұл жерде ер кісіге әйелінің сезімін түсіне алмаса да ынта қойып тыңдауының өзі-ақ жеткілікті. Осыған мұқият болған ер кісі әйелінің өзін қалай құрметтей бастағанын аңғарады. Бұл жағдай әйелге де қатысты. Әйел кісі күйеуіне айтқысы келген мәселе мен ішкі сезімін ақыл айтқыш немесе сынға алу кейпінде емес, ерінің қамқорлығы мен жылуына мұқтаж екенін білдірген кейіпте түсіндіргені
жөн. Сол кезде күйеуінен өзінің қалаған қажетін де ала алады. Тақырыпқа қосымша: сауал. Тұрмыстамын, неге екенін білмеймін, күйеуіме еш жылулығым жоқ. Кейде осы маған психолог керек шығар деп ойлаймын. Бірақ психологқа барып проблеманы айтуға ұяламын. Мені түсіне білетін, қиналған сәттерде қасымнан табылатын, ақыл кеңес беретін адамым жоқ. Ақыл сұрар жан анам да бұл күнде қасымда жоқ. Не істеймін? Кейде өмірден түңіліп те кетемін. Күйеуім нашар адам деп айта алмаймын. Мінезі жақсы, жуас, айтар шағымым да жоқ. Тек қана одан жылулық сезіне алмай жүрмін. Ішімдегі бар сырымды айтып ақтарғым келеді. Ал күйеуім болса, оны түсінбейді. Негізгі сұрағым келген нәрсе өте көп, жазып түсіндіре алар емеспін. Жауап: кей кездері ең жақын деп санаған жарың мен өзіңнің іштен шыққан балаң кейбір әдеттері себепті бейне бір дұшпан тәрізді сезіліп жатады. Осындайда олардың безгін келеді. Бірақ араға уақыт салып, ойлана келе әлгі сүйкімсіз әрекеттерін пенделікке, балалыққа жатқызып кешірім етсек, бірте-бірте бәрі де өз орнына келеді. Құранда Алла тағала ендеше бір-біріңе мәрттік танытып, жақсылық жасауды ұмытпаңдар. Расында Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендерінің бәрін көруде, дейді. Еріңізбен әрдайым шер тарқасып сырласа алмауыңыз мүмкін. Оған ренжудің қажеті жоқ. Барлық нәрсе Алланың қолында. Аллаға тәуекел етіп, Аллаға тапсырып, еріңіздің разылығын алуға тырысыңыз. Күйеуі разы болған әйел пештік делінген хадисте. Алда-жалла көңіліңізде өкініш билеп, әттеген ай, олай емес, бұлай істегенімде мүмкін дұрыс болар ма еді деген ой мазалай бастаса, пайғамбарымыздың мына кеңесін еске салғаныңыз жөн. Қуатты мүмин әлсіз мүминге қарағанда анағұрлым Аллаға сүйкімді де әрі ардақты. Дегенмен әрқайсында немесе әрқайсында да жақсылық бар. Сен өзіңе пайдалы нәрсеге ұмтыл, Алладан жәрдем сұра. Әлсіздік танытпа. Қиындыққа тап болған сәтте әттеген ай, басқаша істегенімде бұлай болмас еді деп өкініш білдірме. Ондай жағдайда Алланың жазғаны осы. Ол не қаласа сол болады де. Сабырлық таныт. Өйткені әттеген ай шайтанға жол ашады. Осы орайда ер кісінің де өзіндік міндеті жоқ емес. Жаратушымыздың әйелді нәпақасымен қамтамасыз ету, қорғау және тәрбиелеу ер адамның міндеті болғандықтан, нағыз ерлер әйелдерге басқаша һәм қорған деген аятына сай, отағасы өзінің құдай қосқан қосағы қиналғанда жаннан табыла білуіне тырысып бағуы ләзім. Бір өкініштісі, көпшілігіміз аталмыш аяттағы қағиданы ескермей, селқостық танытып жатамыз. Соның салдарынан реніш, қынжылыс, түсініспеушіліктер пайда болып жатады. Алла баршамызды есіркесін. Сөзімді бір дұғамен аяқтағым келіп отыр. Ол дұғаны көңіл күй жоқ кезде немесе қысылып, кеудеңізді қайғы мұң кернеп тұрған сәттерде іштей бірнеше рет зейін салып оқысаңыз, көңіліңізге қуаныш, жүрегіңізге тыныштық орнайды. Дұға мынадай: Хасбуналлаху, сайхтиналлаху, мин фадлихи инна иллахи рағибун. Мағынасы: бізге Алланың өзі жеті басады. Бізге Алла өзінің нығметінен береді. Күмәнсіз біз Аллаға жалбарынамыз. Алладан ғана көмек тілейміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалдарыңыз қалай, қадірлі ізгі оқырман? Сіздердің назарларыңызға Данияр Сүлейменовтің ең бақытты әйел атты кітабын оқуды жалғастырудамыз. Сіздерге көңіл күйлеріңіз жоқ кезде Алладан мынадай бір дұға тілек тілесеңіздер болады. Оны міндетті түрде описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден оқып өздеріңізге жазып жаттап алсаңыздар болады. Ал бізде келесі тақырып бай және кедей отбасы. Осы тақырыпта Алла бұйырса оқып аудио жазба салатын боламын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.